Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі, Түркістан облысының Адами әлеуетті дамыту басқармасы, Әнвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі, пән саясаттану және әлеуметтану негіздері, пән бірлестік, жалпы білім беретін пәндер пән бірлестігінің оқытушысы Мырзаметова Дильфуза Мырзатаевна. Сабақтың тақырыбы қоғамның саяси жүйесі. Жоспар, кіріспе. Бірінші, қоғамның саяси жүйесі. Екінші, ұғымы мен құрылымы. Үшінші, қоғамның саяси жүйесіне тән сипаттар. Төртінші, негізгі ерекшеліктері. Бесінші, функциялар мен типологиясы. Қорытынды. Кіріспе. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі. Оның құрамдас қолданыстағы Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілген. Онда республика қызметінің негізгі принциптері, қоғамдық келісім және саяси тұрақтылық, бүкіл халықтың игілігі үшін экономикалық даму, қазақстандық патриоттық мемлекеттің өмірдің барынша маңызды мәселелерін республикалық референдумда немесе парламентте дауыс беруді қосқанда демократиялық әдістермен көрсетілген. Қоғамның саяси жүйесінің элементтері: саяси институттар, құқықтық нормалар, саяси сана, саяси қарым-қатынастар. Саяси институттар: жеке саяси, тікелей саяси билікті іске асырушы саяси партиялар, жеке емес саяси кәсіподақтар, қауымдастықтар, жастар ұйымдары. Үшінші, саяси емес спорттық қоғамдар, экологиялық қозғалыстар. Саяси қатынастар: саяси қатынастарға тараптардың, этникалық бірлестіктердің, тұлғалар мен қоғамның, азаматтар мен мемлекеттің арасындағы қатынастар кіреді. Саяси қарым-қатынастар бұл ынтымақтастық қарым-қатынастар, мүдделердің теңдестігін есептеу, оқшаулау, бейтараптандыру, күрес және тағы басқалар. Олар ұлттар, қауымдар арасындағы өзара қарым-қатынастың қоғамдық формасы. Құқықтық нормалар: саяси жүйеде оған кіретін ұйымдардың қызметі және өзара қызметі әлеуметтік саяси нормалармен, құқықтық нормалармен реттеледі. Осы нормалар жүйесінде құқық ерекше орынға ие. Ол барлық қоғамдық қатынастардың басты нормативтік реттеушісі. Қазіргі кезде саяси жүйенің әрекет етуінде бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі мен маңызы артты. Саяси сана: саяси жүйеге қоғамның саяси мәдениеті секілді элементі де кіреді. Қоғамның саяси мәдениеті азаматтардың биліктің өкілдік отандарын сыйлауға, заң жобаларын талқылауға арналған қоғамдық референдумдарға қатысу және тағы басқалар сияқты демократиялық принциптер мен нормалар негізінде саяси шешімдер дайындау мен саяси өмірге қатысу деңгейін сипаттайды. Саяси жүйенің функциялары: қоғамның мақсаты мен міндетін анықтау, оларды орындау үшін ресурстарды жұмылдыру, қоғамның бүкіл элементтерін интеграциялау, көпшіліктің саяси санасын қалыптастыру. Ішкі функциялар: қолданыстағы экономикалық және әлеуметтік жүйені қорғау, әлеуметтік саяси күштердің шоғырландыруын, қатынастарды реттеу, шаруашылықтың қызметін реттеу, мәдени тәрбие қызметі. Сыртқы функциялар: егемендікті, мемлекеттік мүдделерді қорғау, жаһандық жағдайларды шешуге қатысу, басқа елдермен ынтымақтастықты дамыту. Қоғамдық саяси жүйенің типтері: буржуазиялық, социалистік, өтпелі. Қоғам жүйесін типтендіруге жатады: дәстүрлі және қазіргі заманғы, либералды демократиялық және радикалды авторитарлық, ағылшын американдық және континенттік европалық, индустрияға дейінгі ішінара индустриалдық және басқалары. Қосымша құнға байланысты жеке меншік дүниеге келді. Адамда адам қанауына мүмкіндік туды. Ол әскери тұтқындар мен қауымның қарызданған берешекке белшесінен батқан бейшаралық халге түскен мүшелерін құлдарға айналдыру нәтижесінде пайда болды. Алғашқы адамдар қоғамның орнына құл иеленуші қоғам келді. Осындай сатылардан өту барысында қоғамның саяси жүйесі қалыптасты. Қорытынды: сайып келгенде, саяси жүйе қоғамның күрделі, сан қырлы құрылымын болып табылады. Ол орасан зор үйлестіру және жинақтау қызметін атқарады. Жалпы қоғамның және әлеуметтік топтардың дамуы саяси жүйенің қаншалықты орнықты, жақсы жұмыс істеуіне байланысты.
Оны толық түсіну үшін саяси жүйенің құрамдас элементтерін, әсіресе мемлекетті оқып білу керек. Назарларыңызға рахмет.